Армысыздар, құрметті менің YouTube каналымның оқырмандары. Бүгін сіздермен кофенің пайдасы мен зияны және де қара шайдың, сүтті шайдың пайдасы мен зияны жайлы айтатын боламын. Арнам ұнап жатса лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болыңыздар және де арнадан алыстамаңыздар. Жалпы кофенің негізгі 6 пайдасы және де 6 зиянына тоқталатын болсақ, кофенің бірінші пайдасы ол сергітеді және жұмыс өнімділігін арттырады. Ол кофеиннің ағзаға әсер етуіне байланысты. Көптеген ғалымдар кофенің есте сақтау қабілетін арттырып, көңіл күйді көтеретінін айтады. Сонымен бірге кофеин ағзадағы метаболизм процесін жылдамдатады. Мысалы, кофеин арық адамның бойындағы 29% майды ыдыратады екен, ал толық адамдарда 10%. Осы ыдыраған май жасушаларын ағза қосымша энергия көзі ретінде пайдаланады. Екінші пайдасы жаттығудан кейінгі бұлшықет ауруын басады. Зерттеушілер жаттығудан кейін 2 шынаяқ кофе ішуге кеңес береді. Олар өздері жасаған тәжірибеде жаттығудан келген адамдардың жартысына кофе ішкізген. Артынан бұлшық еттегі ауырсынуларын 0 мен 10 балл арасында өлшеулерін сұраған кезде кофе ішкендердікі анағұрлым төмен болған дейді. Үшінші, күйзелістен құтқарады. Кофеин ағзаның қозғалыс, есте сақтау және ойлау қабілеттеріне жауап беретін дофамин гормонын белсенді бөлдіреді. Бұл гормон рахаттану кезінде де көп бөлінеді екен. Сондықтан ғалымдар кофе күйзелістен құтылуына көмектеседі деп отыр. Олар тәжірибе нәтижесінде күніне 1 шынаяқ кофе ішетін әйелдерде күйзеліске ұшырау дәрежесі 20%-ға төмен болатынын анықтады. Төртінші пайдасы бауыр, асқазан ауруларының алдын алады екен. Сингапур ғалымдары күн сайын 2 немесе одан да көп шынаяқ кофе ішу бауырдың циррозға қатерлі ісікке шалдығуының алдын алатынын айтады. Өтте тас жиналмайды екен. Одан кейінгі сондай-ақ 4890 адам қатысқан тағы бір зерттеуде күніне 4-5 шынаяқ кофе ішетін адамдардың асқазанында қатерлі ісіктің пайда болу қаупі 15%-ға төмендейтінін анықтаған. Бесінші, диабет, Альцгеймер және Паркинсон ауруларынан құтқарады екен. 457.922 адам қатысқан 18 зерттеудің нәтижесінде әрбір шынаяқ кофенің диабетке шалдығу қаупін 7%-ға төмендететінін дәлелдеді. Себебі кофе глобулин гормонына әсер етеді. Ол өз кезегінде диабеттің дамуына айтарлықтай рөл ойнайтын тестостерон мен эстрогеннің қызметіне жауап береді. Ал Альцгеймер ауруы 65 жастан асқан адамдарда болады. Оның белгілері ұмытшақтық, ойлау қабілетінің айырылуы. Бұл ауруға қарсы дәрі әлі шыққан жоқ, алайда алдын алуға болады. Ол үшін дұрыс тамақтанып, үнемі физикалық және рухани жаттығу жасап, кофе ішіп тұру керек дейді. Паркинсон ауруы да сондай. Алтыншы, кофенің пайдасы ол кофе қан құрттан қорғайды екен. Үндістандағы стоматологиялық институт ғалымдары өздері жүргізген зерттеудің нәтижесінде осындай қорытындыға келген. Олар күніне 3 шынаяқ қара кофе ішуге кеңес береді. Себебі сүт пен қаймақ оның пайдалы қасиеттерін жоғалтады екен. Кофенің ендігі кездегі зиянына тоқталатын болсақ, ұйқысыздыққа шалдықтырады. Бірінші, кофені көп ішкен жағдайда сергіту әсерімен бірге ұйқысыздыққа шалдықтырады. Себебі кофені ішкен соң ол 15 минуттан кейін ғана ағзаға әсер етіп 6 сағатқа дейін белсенді болады. Егер ұйқыңыздың қанғанын қаласаңыз, түстен кейін немесе ұйықтар алдында 2-3 сағатта кофе ішпеңіз. Кофенің екінші зияны кофе дәріге әсер етеді. Егер қандай да бір дәрі қабылдап жүрсеңіз, дәрігерден оны
кофемен бірге ішуге болатын болмайтынын сұрауын сұрап алғаныңыз жөн. Себебі кофе дәрілік заттардың әсерін арттырып немесе керісінше әлсіретіп жіберуі мүмкін. Кофенің келесі зияны ол ана болу мүмкіндігін азайтады. Ренодағы Невада университетінің ғалымдары кофе ішетін әйелдердің жатыр түтігінің белсенділігі төмен болатынын анықтаған. Аналық жасуша жатырға осы түтіктер арқылы барады. Сонымен қатар кофе тәтті құмарлыққа әкеледі. Кофе ішкен адамдар тәтті құмарлыққа кеп соқтырады. Кофе ішкен адамдар жеміс шырынын, газдалған немесе өзге де тәтті сусындарды ішуге құмартып тұрады екен. Бұл шешімді австриялық ғалымдар. Олар тәжірибеге қатысушыларды 2 топқа бөліп, бір топқа бірнеше күн бойы кофе ішкізген, екіншісі ештеңе қабылдамаған. Нәтижесінде бірінші топтағылар күніне 419 миллиграмм, ал екіншілері 273 миллиграммға ғана тәтті сусындар ішкені анықталды. 5. Кофе түсік тастау қаупін арттырады. Огайо штатындағы ұлттық денсаулық институтының профессорлары 500 жұпқа зерттеу жасады. Олар күніне 2 шынаяқтан артық кофе ішкендерде түсік тастау қаупі жоғары болғанын анықтады. Сондай-ақ жүктіліктің алғашқы 7 аптасында кофе ішу де зиянды дейді ғалымдар. Кофенің 6-шы зияны ол қан қысымын көтереді. Италия ғалымдары 18 бен 45 жас аралығындағы 1200 адамға зерттеу жасай келе, көп кофе ішетін адамдарда қан қысымы 4 есе жоғарылайтынын дәлелдеді. Ал 2 шынаяқ кофе ішетіндерде ол 3 есе жоғарылайды. Қорытындылай келетін болсақ, кофенің денсаулыққа пайдалы және зиянды жақтары да бар екенін естен шығармаңыз. Сондықтан ғалымдар күніне 300 миллиграмм ғана кофеин қабылдауға кеңес береді. Ол шамамен 3-4 шынаяқ ұнтақталған кофе немесе 5 шынаяқ ерігіш кофе. Сондай-ақ, егер сізде асқазанда, қуықта немесе қан қысымына байланысты аурулар болса, кофеден мүлдем бас тартқаныңыз дұрыс. Шайдың емдік шипасына келетін болсақ, сүт қосылған қою және тәтті шай халық емінде нашадан, әрі дәрмектен, ішімдіктен уланған жағдайда оның бетін қайтаратын емдік сұйықтық ретінде пайдаланылады. Бал, қара бұрыш қосылған шай зәр қуғыш және тыныс жолдарына суық тигенде терлететін дәрі орнын басады. Жас шай жапырағының шырынымен, шай шырын сөлімен немесе ұнтақталып үгітілген кепкен шай дененің күйген жерлерін емдейді. Кепкен көк шайды шайнау жүрек айнығанда және аяқ ауыр әйелдерде, автокөлікте шайқалғаннан, теңіз сырқаттарынан болатын құсық қатты лоқсуды басуға жақсы көмектеседі. Енді біз сүтті шайдың қандай зияны бар, қандай пайдасы бар соған тоқталатын болсақ, жалпы сүтті шайдың ешкім күтпеген бірнеше зияндары анықталған. Сүт қосылған шай ішкенді ұнататындар түрлі ауруға шалдығады. Сол себепті сүт пен шайды бөлек ішкен дұрыс дейді мамандар. Ұлыбритания ғалымдары сүтті шайдың зиянын анықтады. Олар бірнеше зерттеу жүргізіп, сүт қосылған шай ас қорыту жүйесіне, асқазан ішек жолдарының жұмысына кері әсер тигізетінін дәлелдеді. Сүт пен шайды араластырып ішкенді ұнататындар асқазан ішек жолдары ауруларына жиі шалдығады. Одан кейін невролог мамандарға жиі қаралады. Себебі шайды сүтпен бірге ішу бүйректе тас және құмның жиналуына әкеледі дейді мамандар. Сарапшылар бұны сүт өнімдерінің басқа тағамдармен сәйкес келе бермейтіндігімен түсіндіріп отыр дейді. Бұл жағдайда берілетін бірақ ұсыныс сүт пен шайды бөлек-бөлек ішу керек дейді ғалымдар. Мамандар шайды лимон қосып ішкен дұрыс екенін айтады. Сондай-ақ сарапшылардың мәліметінше сүт қосылған кофе сусынның зиянды әсерін азайтады. Дегенмен сүтті кофені де көп ішу зиян дейді. Сүт қосылған шай талап ішетін адамдардың сусыны. Десе де, ықылам заманнан мал асырап бағу арқылы күн көретін қазақ халқы үшін сиыр сүтінің орны ерекше.
Дүниеге шыр етіп келгеннен бастап ана сүтін, одан кейін сиыр сүтін ішетін қазақ баласының санасында сусынның бұл түрі қалай ішсең де пайдалы деген ой қалыптасып қалған. Алайда шын мәнінде сүтті шайға қосып ішкен қаншалықты дұрыс, оның пайдалы және зиянды тұсы қандай? Шетелдік ғалымдардың зерттеуіне сүйене отырып, ақ шайдың пайдасы мен кері әсерін анықтап көрді. Британдық ғалымдардың зерттеуіне жүгінетін болсақ, шын мәнінде сүт шайдың пайдалылығын төмендетіп, оның құрамындағы маңызды антиоксиданттарды 15-20%-ға дейін азайтады екен. Бұл дегеніңіз сүттен бас тарту арқылы адамның денсаулығын едәуір жақсарта түседі деген сөз. Бір қызығы, сүттің зияндылығы оның қаншалықты майлы екеніне байланысты екен. Мәселен, майсыз сүт майлы сүтке қарағанда әлдеқайда зиян болып табылады. Бұл ретте дүкен сөрелерінде толып тұрған сүт қораптары едәуір зиян деген байлам жасауға толық негіз бар. Себебі олар шайдың құрамындағы антиоксиданттарды біз атап көрсеткен мөлшерден де көп жояды екен. Неміс дәрігерлері жүргізген келесі бір зерттеуге сәйкес, сүт қосылған шай жүректің жұмыс істеуіне кері әсерін тигізеді дейді. Себебі сүттің құрамындағы казеиндер шайдың құрамындағы катехиннің концентрациясын төмендетеді, ал ол гипертония ретінде дертіне немесе қан қысымының тұрақсыздығына әкеліп соқтырады. Десе де сүт қосылған шайдың құрамында адам денсаулығына қажетті мөлшерде кальций болады екен. Демек, түптеп келгенде бұл сусынның да пайдалы тұсы бар деген сөз.